Көпшілік түйе жануарын сусыз дала мен шөлейт аймақтарда мекен ететін жүк көлік ретінде ғана білет. Алайда түйенің сүті мен еті адам ағзасына қаншалықты пайдалы екендігін біле бермейді. Жалпы түйе еті денсаулыққа қаншалықты пайдалы, халық арасында сұранысқа ие ме? Осы және басқа да сұрақтарға Labs KZ бағдарламасында кеңінен жауап береміз. Бұл Қазақстандағы түрлі саладағы жетістіктерді қаузайтын ерекше жоба. Түйе етінің қасиеті толық зерттеліп бола қойған жоқ. Дегенмен еліміздің түйе өсіретін аймағының жергілікті халқы оны диеталық тағам деп біліп, дертке дауа санайды. Түйе етінің, сүті шұбаттың, терісі мен өркеш майының денсаулыққа пайдасы ұшан теңіз. Сондай-ақ түйе етінен жасалған бұқтырылған ет консервісі мен шұжық дәмі таңдай қақтырарлық. жылғы ең алғашқы конкурс болған. Сол конкурсқа түйе етінен консерв өндіру үшін ресурс үнемдейтін технология бойынша Қазақ ұлттық аграрлық университеті қатысып грант жеңіп алған. Ол университеттің жеке партнер ретінде және қаржыландыру ретінде өз қосағажанды ақшасын беру үшін және де жобаны жүзеге асыру үшін Күн нұры жауапкершілігі серіктес бір қоса қатысқан болатын. Нәтижесінде грант алушы болып Күн нұры жаңа жауапкершілігі серіктестік бекітілді. Тиісті келісімшартқа қол қойылып, жоба 3 жыл бойында жүргізіліп келді. Енді бұл жоба 2016 жылы конкурс басталғаннан 2020 жылға шейін іске асырылды. Нәтижесінде қазіргі талаптарға сай, құрылыс талаптарына сай, санитариялық талаптарға сай завод құрылды. Ет пен сүт өнімдеріне сұраныс күн санап артып келеді. Соған сәйкес ет пен сүтке бағытталған көптеген зауыттар мен фабрикаларда іске қосылуда. Бірақ соның ішінде түйе сүтінен шұбат жасайтын кәсіпорындар болғанымен, түйе етінен өнім дайындайтын орындар мүлдем жоқ. История возникновения этого Бұл кәсіпорынның пайда болу тарихы, ол өте ертеден пайда болды. Бірақ ол 2016 жылы ғана жүзеге аса бастаған болатын. Ең алғашында бізде инновациялық қаптамада консервілер шығаратын кәсіпорын құру идеясы болды. Сол жобаны ғылым жүзінде қолдауға ламистерлі және реторт пакеттерді мен 2016 жылы Қазақ аграрлық ұлттық университетіне өтініш бердім. Ол кезде технология және азық-түлік қауіпсіздігі кафедрасының меңгерушісі Асия Демеуханқызы болатын. Ол әлі де университетте жұмыс істейді, бірақ ол кезде кафедра меңгерушісі болды. Ол бірден осындай кәсіпорын құру идеясына қолдау білдірді. Түйе етінің өзге еттен өзгешелігі химиялық құрамында. Ойсылғара етінде ақуыз мөлшері көп, холестерин аз, алмай тіптен жоқ. Артық салмақтан арылғысы келетіндер дәл осы етті жеуі тиіс. Өйткені оның құндылығы шошқа, жылқы, қой еттерінен анағұрлым төмен. Диетолог мамандардың айтуынша, диеталық маңызы жоғары. Қан құрамындағы қант пен холестеринді азайтып, жүрек қағысы мен қан қысымын реттейді. Жер бетінде тұрғындардың 60%-не ақуыз бен амин қышқылдары жетіспейді. Ал ақуыздың жетіспеушілігі физикалық және ақыл-ес дамуына кедергі келтіреді. Көптеген ауруға кеп соқтырады. Біз өзіміз бастапқыда дәстүрлі шикізаттан, яғни дәстүрлі қой етінен, жылқы етінен және сиыр етінен консервілерін өндіруді жоспарлаған болатынбыз. Олар консервілер өндірісінде әрқашан қолданылып келеді. Бірақ Асия Демеуханқызы елімізде кездеспейтін жаңа өндірісті ұсынды. Біз үшін консервіленген түйе еті әрине жаңалық болды, бірақ бақытымызға орай біз бұл жобаны жүзеге асыра білдік. Түйе етінен консерві жасап шығардық. Оның бірегей қасиеттері бар. Түйе етінің химиялық құрамы мүйізді ірі қара мал етіне ұқсас және қуатты келеді. Түйе етінің қасиеті толық зерттеліп бола қойған жоқ. Дегенмен түйе етінің диеталық тағам дертке дауа екені анық. Түйе етін өндіруге әдетте 18-20 айлық тайлақ, яғни енесінен айырылған бота және құнан атан пайдаланылады. Бұлардың етінен қаз айналдырылып, сапалы шұжықтар жасалынады.
Благодаря тому, что... Біз Қазақ ұлттық аграрлық университетімен бірігіп осы консервілерді өндірудің толықтай технологиялық схемасын жасадық. Бұл консервілер қаңылтыр ыдыста жасалған консервілерге қарағанда мүлде басқа технология бойынша қолдана отырып шығарылады. Біздің технологиямыз жақсы дамыған. Бұл ламистерлі қаптама және реторт пакет. Бұл мүлде басқа технологиялық схемаларды білдіреді. Яғни қаңылтырға қарағанда ол өте тиімді. Қаңылтыр қатты болып келсе, ламистер өте жұмсақ. Алайда оған қарамастан қаңылтырдан еш кем түспейді. Бізде барлық процесс жоғары сапалы техникалармен жабдықталған. Сол себепті біз керекті құрал жабдықтарды Қытайдан, Ресейден, Финляндиядан арнайы жабдық сатып алдырттық. Бұнда басты технологиялық процесс автоклав деп аталады. Автоматта ауа қысымымен жүзеге асатын автоклав құрылғысының 900 түрлі бағдарламасы бар. Яғни біз 900 түрлі консервілерді жасай аламыз. 900 различных консервов. Негізі түйе еті сиыр етінен 2 есе арзан. Құндылығы еш кем емес. Түйе етінің кең қолданысқа енбеуінің бірнеше себебі бар. Айталық, терісінің қаттылығы, жасына қарай еттің қаттылығы, ғылыми негізді зерттеулердің жоқтығы және өңдеу режимінің жолға қойылмауы. Сонымен қатар мал басының аздығы да аталған ет түрінің елеусіз қалуына ықпал етеді. Түйе шаруашылығының қазіргі жағдайына қарамастан, еліміз бүгінде дүние жүзінде түйе өсіруден озық саналады. Мы можем продавать... Нарықта біз өз өнімімізді бөлшек саудагерлер арқылы сата аламыз. Дүкенде, үлкен дүкендер желісі арқылы қазір сатылымға шықтық. Өкінішке қарай біздің өнімдерді сатуда проблемалар да бар. Біз өте жоғары сапалы өнім шығарамыз, яғни ол бүгінгі және бұрын болған барлық жоғары стандарттарға сәйкес келеді. Тіпті Кеңес одағы заманында қабылданған стандарттарға да сай. Біз ешбір қоспасыз толыққанды ет өнімін шығарамыз. Құрамында өндіріс құнын төмендететін соя секілді қоспалар жоқ. Біз тек етке тұз, бұрыш, пияз ғана қосамыз. Басқа ештеңе араластырмаймыз. Түйе консервісінің бағасы сиыр етінен 1,5 есе арзан болады. Ал құрамы мен құндылығы сиыр етімен пара-пар. Ал бұл жерде дайындалатын консервіге химиялық қоспалар мүлде қосылмайды. Отандық өнім сонысымен ерекше. Технологиясы бойынша бұл өте таза өнім. Себебі бұған ешқандай соя, дәмдеуіштер, адам денсаулығына зиян дәмдеуіштер қосылмайды. Және де еттің салмағын мысалы көбейтеді, су қосып көбейтетін сондай технологиялар бар. Оның бәрі ешқайсысы қайталанылмайды. Таза өнім болғасын қымбаттау кішкене. Ғылыми зерттеу жобалары кезінде болды ғой, грантқа шейін. Сол кезде бұның түйе етінің пайдалы барлық қасиеттерін зерттеп, бұл адам ағзасына бірінші пайдалы екен, және сиыр етіне қарағанда тез қалпына келтіретін қасиеттері бар екен, және түйе етінде сиыр сияқты жировой прослойкалар болмайды, таза ет болады. Сондықтан бұл бір жағынан диетикалық болып етте болып саналады. Зауытта түйе етінен 4 түрлі өнім шығарылады. Олар бұқтырылған таза түйе еті, түйе еті қосылған күріш, түйе еті қосылған қарақұмық және түйе еті қосылған жарма. Одан бөлек зауыт қабырғасында ірі қара малдан және тауық етінен де консервілер дайындалады. Бұл зауыттың ерекшелігі, бұл СНГ елдері бойынша ең алғашқы жалғыз кәсіпорын болып табылады. Түйе етін өңдейтін, және өңдеген жай темір ыдыста емес, қазіргі заманауи қаптамада бұл ламистерлік судак дейді, орысша айтқанда ламистерлік қаптама, және реторт қаптама. Ламистерлік қаптама әдеттегі темір қалбаларға қарағанда 5 есе жеңіл. Және бұл өнімнің сапасын ұзақ 5 жылға шейін өнімнің сапасын құртпай сақтауға мүмкіндік береді. Ламистерлік қаптама. Бұл ішкі жағы полипропиленмен ламинатталған және сырты лакпен қапталған алюминий фольгадан жасалған заманауи қаптама. Шикізат салынғаннан кейін, алғаннан кейін ыдыс сол материалдан жасалған қақпақпен жабылады. Сыйымдылығы 25-тен 1200 грамм арасында. Қаптама салмағы қалай ыдысқа қараған
Проблема переработки верблюжьего мяса. Тағы бір айта кететін жай түйе етін өңдеудің басты мәселесі. Бүгінгі күні малда мамандандырылған кәсіпорындарда сою. Қазір арнайы ГОС стандарты бар. Яғни бұл ірі қара малға арналған мамандандырылған мал сою алаңы. Тауықтарға арналған мамандандырылған қасапхана бар. Ал түйелерге арналған қасапханалар бүгінгі күні Қазақстанда мүлдем жоқ. Сәйкесінше түйені маманданбаған жерде немесе үй жағдайында союға тура келеді. Ал мұндай жағдайда әдетте жақын жерде мал дәрігері болмайды. Сондықтан олар еттің сапасы мен сою сапасы туралы анықтама бере алмайды. Бұл мәселе содан кейін ол тағы бір үлкен мәселеге әкеледі. Яғни біз осы еттен өнім шығарамыз. Біз өз өніміміздің осы өнімнің сапасын дәлелдей алмаймыз және оны тіпті Ресей Федерациясына жіберген кезде де, мысалы құжаттарды өңдеуде үлкен қиындықтарға тап боламыз. Серікбаева Әсия Демеуханқызы, биология ғылымдарының докторы. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің технология және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі кафедрасының профессоры. Биология және биотехнология саласында бірнеше жыл еңбек етіп, білім алушылармен бірге бірнеше ғылыми еңбек жазған. 2009 жылдан бері түйе сүтін зерттеп, сонымен қатар етінің құндылығын анықтаған. Түйе етін өңдеу және одан бұқтырылған өнім жасау негізгі біздің осы ғылыми жұмысымыздың нәтижелері деп ойлаймын. Өйткені біз осы 20-30 жылдан астам уақытта түйе сүтінің емдік қасиетін зерттеп келдік. Одан кейін осы 10 жыл бұрын біз түйе етін зерттей бастадық. Сол кезде біздің таңғалғанымыз біздің түйе етінің құрамында оның биологиялық құндылығының өте жоғары екенін, яғни ауыспайтын амин қышқылдарының жаңағы мөлшерінің көп екенін, оның майының құндылығында эссенциалды май қышқылдарының, яғни ауыспайтын май қышқылдарының бар екенін дәлелдедік. Зауыт өнімдерінің құрамы күрделі емес. Химиялық қоспа мүлде қосылмайды. Табиғи қоспалардың ғылыми рецептурасы дайындалып, толықтай негізделген. Әлемдік стандартқа сай келетін барлық сертификаттары бар. Ветеринарлық және санитарлы эпидемиологиялық рұқсаты да алынған. Рецептурасын әрине ғылыми жолмен біз оның құрамындағы жаңағы еттің құрамын зерттеу арқылы, одан кейін оған қандай параметрлер, яғни негізінде бұқтыру кезінде қандай параметрмен әсер етеді, өйткені ол параметрлердің бәрі оның биологиялық құндылығын жоймау керек. Яғни табиғи құндылығын жоймау керек, сондықтан сол температурасын, оның жаңа қанша уақытта автоклавта тұратынның, оның жаңағы өлшемін қандай қылып кесу керек, оның да барлық әрбір технологиялық сатының өзінің әсері болады, биологиялық. Сол биологиялық құндылығын сақтауға біз өте көп көңіл бөлдік. Сол бойынша біз рецептура жасадық. Зауытқа ең алдымен түйе етін жеткізуші ветеринарлы санитарлық анықтамаларды сараптама актісімен бірге ұсынады. Кейін етті қабылдап алмас бұрын цех зертханасында етке талдау жұмыстары жүргізіледі. Сапасы анықталғаннан кейін ғана ет зауыттың сүйектерден тазарту бөліміне жөнелтіледі. Данное предприятие обладает современной лабораторией, которая... Бұл кәсіпорынның заманауи зертханасында біз қажетті талдауларды жасай аламыз. Біз түйенің тек шикі етімен ғана жұмыс істейміз. Ал бұл жабдықта біз барлық талдауларды, яғни анализдерді жасаймыз. Зертханада біз дайын өнімнің және шикізаттың сапасы мен қауіпсіздігін толықтай тексереміз. Бұл аппаратта бізге керекті 10-нан астам анализ түрін жасауға болады. Олар ылғалдылық, майлылық, ақуыз, коллаген секілді түрлер. Барлық қорытындыны біз бір компьютерге жүктеп, өнім туралы ақпаратты сол жақтан бірден біліп көре аламыз. Сүйегінен бөлініп алынған ет пен май арнайы тоңазытқыштарда сақталады. Етті осы қалпында 12 айға дейін сақтауға болады. Ет консервісін өндіруге қажетті еттер ең алдымен плюс температурада жібітіліп, рецепт дайындау камерасына түседі. Ең алдымен ет қажетті көлемде арнайы машина арқылы ұсақтап туралып, рецепт бойынша дәмдеуіштері мен дәнді дақылдары араластырылады. Дайын шикізаттың буып-түю желісі жартылай автоматты құю машиналарынан, конвейерлерден және жартылай автоматты орауыштардан тұрады. Дайын рецепт салмағы бойынша екі түрлі герметикалық қаптамаға оралып, автоклав құрылғысына аттанады. Автоклав ішінде шикізат 120 минут бойы 120 градус температурада арнайы қысымда дайындалады. Кейін шыққан өнімге зат белгі орнатылып, шығарылған күні жазылады. Түйе етінен жасалған қазақстандық консервілер тек Қазақстанда ғана емес, көршілес шет мемлекеттердің нарығында сатылуда. Сол себепті де өндірушілер көпшілікті отандық өнімге қолдау көрсетуге шақырады.